Құрметті әріптестер, ардақты ұстаздар, білім беру саласы қызметкерлерінің тамыз кеңесінің ашылуымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бұл өткен оқу жылының қорытындысын саралап, ортақ міндетіміз өскелең ұрпаққа білім мен тәрбие беру ісін жетілдіре түсу үшін тың идеялар мен жаңа бастамаларды талқыға салатын ұстаздар қауымының дәстүрлі бас қосу алаңы. Шын мәнінде өткен оқу жылы еліміздің білім беру ұйымдарында қызмет ететін 600 мыңға жуық педагогтың адал да тынымсыз еңбегінің арқасында маңызды оқиғалар мен жетістіктерге толы болды. 23-24 оқу жылының қорытындысы бойынша оқушыларымыздың халықаралық аренадағы жүлде қоры 424 медальмен толды. Оның ішінде 50-і алтын. Ең үздік жаһандық олимпиадаларда әрбір екінші қазақстандық қатысушы жүлделі орын иеленді. Мұның өзі сөзсіз сіздердің еңбектеріңіз, құрметті әріптестер. Мемлекет басшысының жан-жақты қолдауының арқасында бүгінде 3000-ға жуық мектеп бір ауысымда білім беруде. 1,5 миллионнан астам оқушы тегін ыстық тамақпен тамақтану қамтылды. Балабақша тәрбиешілерінің жалақысы 30%-ға, ал колледж студенттерінің шәкіртақысы 50%-ға өсті. Сапалы интернет көрсеткіші 3 есе артты. Өткен жылдың қыркүйегінен бастап барлық білім беру ұйымдарында біртұтас тәрбие бағдарламасы енгізілді. Педагогикалық қолдау орталықтарын ашу арқылы ата-аналардың балалары оқыту мен тәрбиелеу процесіне қатысуы 2 есеге артты. Алдымызда қазақстандық білім саласын дамытуды, жетілдіруді талап ететін жаңа міндеттер тұр. Бұл білім беру сапасын арттыру, инклюзивтікті күшейту, білім беруді барлық санаттағы балалар үшін қолжетімді ету, сондай-ақ балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Каждая школа должна стать благоприятной, безопасной образовательной средой, в которой каждый ученик раскроет свой потенциал и будет развиваться во благо нашей страны. Безопасность, доверие и уважение – вот те фундаментальные принципы, которые должны лежать в основе нашей с вами работы. В этом году для повышения качества образования важно уделить особое внимание обеспечению внутреннего распорядка и устава каждой школы, успеваемости и поведению учащихся, а также требований к обязательной школьной форме. Құрметті әріптестер, біз жаңа оқу жылының табалдырығын аттағалы тұрмыз. Алдағы оқу жылынан үлкен үміт, толағай табысты мүмкіндіктер күтеміз. Сіздердің әрқайсыларыңыз еліміздің болашағын қалыптастыруға баға жетпес үлес қосып келесіздер. Жаңа оқу жылының табысты басталуын және әр күндеріңізге шабыт пен жаңа жетістіктер тілеймін.